Бардашок кірашады ғой ертең, істеп берейін мен. Мына Lexus мана теңіз жағыда болынбады ғой. В общем, защита тұр екен, кілтше салынбайтындай қылып. Сондықтан біздің гаражымызға әкелуге жөн көрдік. Гаражға келгеннен кейін жаңа су кілтше жасап бердік. Ашылды. Жауып қойсақ та болады. Бесключевой жасайма тексерейік. Все жасады, ашты. Я бисмилла. Болды, көлік қызды, рейді шықты, гибрид болғасын. Алғалай жүріп көреміз. Болды, кілт жасалды, көлік қызды, бәрі нормально. Сөндіреміз, ашамыз, жабамыз, кілттейміз. Кілттенді, ашылды. Бұл жерде мана теңіз жақта жасалмаған себебі ОБД-дан защита тұр. ОБД-дан EPROM оқылмады, файл оқылмады. Сондықтан кілт жасалынбайтын болды. Гаражға келіп, эвакуатормен осы жерде істеп берген болатынбыз. Барлық проблеманы шешуге болады. Хабарласыңдар, егер кілт жоғалған болса, теңіздің жағасы болсын, бейнеу болсын, жаңағы Қазақстанның бір шеті болсын, бара береміз. Бағасына келсек. Сондықтан осылай міне бір кілтті проблемасын кетіп берген болатынбыз.